Назарбаев зияткерлік мектептерінің гранттарын қалай жеңу керек және оған қалай дайындалу керектігі туралы керемет лайфхактар айтатын боламыз. Тура біздің системадағыдай, зияткер қалыптастырған системадағыдай ондай нәрсе жоқ. Сондықтан мен мақтанышпен айта аламын, сондай ортада жүрмін. Үш мектепке де түскен оқушымын. Келесі жылы бүйтіп уайымдамаймын. Не істерін білмедім. Аяғым қимылдамай қалды, басым істемей қалды. Егер мұғалімің не то адам болатын болса, сен ары қарай да өмірде жолың болмауы немесе болуы сол кісіге тікелей байланысты деп ойлаймын. Живой процесс қой, мұғалімдер ауысады да. Мектепке бармай қоюға болмайды, өйткені түні бойы жағарған еңбегі бір күн тастап барса, уже оның актуальности жоқ та. Балаларыңыз грант жеңіп алып, соның қуанышын сезінуді тілеймін деп айтамын да. Ассалаумағалейкум, баршаларыңызға сәлем. Бізде бүгін Зияткер подкастының алғашқы шығарылымы. Бүгінгі шығарылымда біз жалпы Назарбаев зияткерлік мектептерінің гранттарын қалай жеңу керек және оған қалай дайындалу керектігі туралы керемет лайфхактар айтатын боламыз. Оны бізде осы саладағы мамандар және осы саладағы керемет жетістікке жеткен рекордсмендеріміз өздерінің ойларын жалпы керемет жеткізетін болады. Сондықтан міндетті түрде шығарылымды соңына дейін көріңіздер, өте пайдалы болмақ. Енді біздің бүгінгі шығарылымда қонақтарымыз отыр. Жалпы ниш мектептеріне, Назарбаев зияткерлік мектептерінің жыл сайын тест ұйымдастырып жатады, жыл сайын грант бөледі, оған керемет мықты конкурс болып жатады. Қазақстанның түкпір-түкпірінен сол Назарбаев зияткерлік мектебіне түсуге қаншама оқушылар өздерінің бақтарын сынайды. Биылда Шымкент қаласында химия-биология бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебіне 144 орын және физика-математика бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебіне 144 орын, жалпы айтқанда 288 грант орны берілген. Соның 138 грантын біздің зияткер мектебінің қоржынына тиесілі. Бұл деген өте үлкен жетістік, өте үлкен көрсеткіш. Бізде бүгін қонақта керемет Жарболова Жанерке Нуридин қызы. Бұл кісі біздің зияткер мектебінің 5-6 сыныптарының білім координаторы. Жанерке апай, қош келдіңіз біздің шығарылымға. Және де бізде Қазақстан бойынша 2-ші орында тұрған, Шымкент қаласы бойынша 1-ші орында тұрған рекордсменіміз Маратұлы Қасымхан атты оқушымыз отыр. Және менің оң жағымда Аманғали Балым деген біздің 2-ші орында тұрған керемет білімді оқушыларымыз отыр. Ал ендеше шығарылымызды бастайық. Жанерке апай, өзіңізді таныстыра кетсеңіз. Сәлем, менің атым Жанерке Нуридин қызы. Осы зияткер қазір мектебінде оға дейін курсында. Біз жалпы зияткер ол корпорация деп атаймыз. Бізде курстар бар, мектептер бар. Қазір соның зияткер тұран мектебінде жұмыс жасаймын. 5-6 класс координаторымын. Биыл бізде рекорд. Бізде республика бойынша 2-ші орында біздің оқушымыз қазір үздік топ орында тұр. Одан кейін бізде жалпы бір филиал шегінде осы мектептің өзінде 53 бала биыл Назарбаев зияткерлік мектебінің грантын ұтып отыр. Одан бөлек РФМШ бар, бізде білім инновация лицейлерінің гранттарын. Жалпы биыл мақтанатын нәрсе көп. Алғашқы подкастқа біз енді өзіміз всегда бірінші болып үйреніп қалғанбыз. Бірінші подкастқа бірінші болып шығып отырмыз. Айта кету керек, бұған дейін бізде подкаст болған жоқ. Осы біздің биылғы түлектеріміз үшін арнайы подкаст форматында осындай шығарылым жасап жатқан жайымыз. Ертең Құдай қаласа мен ойлаймын, Қасымхан Балым үлкен азамат болып, енді қазір интернеттің заманы ғой, үлкен азамат болып биік белестерді бағындырған кезде осы подкаст, осы бірінші жеңістерінің куәсі болса екен деймін. Бірінші интервьюлері болсын үлкен. Осы 2 баладан үлкен қазір жаңалықтар естейік. Бөліссін. Қасымхан, өзің таныстыра бер. Қасымхан, өзің таныстырып кет. Менің атым Маратұлы Қасымхан, және мен 3 мектепке де түскен оқушымын. Ол жерде Назарбаев зияткерлік мектебі, РФМШ және білім инновациялық мектептері. Керемет. Бізде бүгін тағы да қонақта Аманғали Балым. Балым, өзің таныстырып кет.
Бәріне сәлем, менің атым Аманғали Балым және мен осы Шымкент қаласының физика-математика бағытындағы Ниш мектебіне екінші орынмен 1429 балмен түстім. Және де жақында Қазақ-түрік лицейінің да жауаптары шықты, сол мектепке де түстім. Өкінішке орай республикалық физика-математика мектебіне түсе алмай қалдым, ол да өкінішті. Бірақ үш мектепте қатар оқи алмайсың ғой. Қоржынымда 2 тесттің гранты бар. Соған да қуаныштымын. Өте керемет нәтиже. Енді Жанерке апай, сіз айтып кеттіңіз жаңа біздің жалпы үлкен зияткер корпорациясы деп. Енді зияткер біле білсеңіздер, зияткердің өздерінің арнайы оқу орталықтары, курстарымыз бар, және одан бөлек зияткер білім ордасы бар. Бізде 2 үлкен филиал бар. Шымкент қаласында соның бірі бізде зияткер Тұран мектебі. Бізде осы Назарбаев зияткерлік мектептерге дайындайтын керемет білім ордасы болып табылады. Жалпы айтқан кезде зияткер білім ордаларынан 138 грантты біз жеңіп алдық деп айтып. Осы жайлы айтып кетсеңіз. Енді жалпы зияткер ол тек мектеп емес, ол курстар. Енді әркім өзінің жеткен жетістігін айтқысы келеді. Жалпы енді бұл үлкен ұжымның жұмысы. Сонда да жалпы ұжымның атынан сөйлейтін болсам, биыл зияткер Тұран мектебі 53 грантты жеңіп алды. Оның ішінде үздік орындарда республика бойынша 2-ші орын Қасымханда, алғашқы топ 10 орындықта бізде 10 орын болатын болса, соның 7-8-ін біздің мектептің оқушылары алды. Бұл деген 53 орын деген ол айтуға оңай шығар. Мысалы үшін 89 баламыз документ тапсырып Нишқа барды. Соның ішінен 53 орын өте ол үлкен жұмыстың, ол не только мұғалімнің или не только администрацияның деп айтпай қойын, ол оқушының ерен еңбегі. Ол былай ғой, мен мысалы үшін зияткерде жұмыс жасап жатқаныма биыл 8-ші выпуск қой осы. И каждый раз әр жыл сайын айтам. Болды, май болды, келесі жылы бүйтіп уайымдамайым. Келесі жылы балаға бүйтіп ұрыспайым. Келесі жылы ешкімді қинамайым деп ойлаймын. Бірақ жылда заново басынан өтем ғой соның бәрін. Сентябрьде оқыс келмейтін бала келеді. Бірақ потенциал от болып жанып тұрған, көзінде шамшырағы болады дейді ғой. Онда почти өшіп тұрған или ата-анасын қинауымен келген балалар болады. Сол баланың ішіне кіріп өсеміз ғой біз. Балалар өздері куә ғой. Әр субботний тестте, мысалы үшін субботаны көрсеміз, тест жазады. Өздері біледі ғой, қай жерде не бүлдіргендерін біледі. Тест аяқталмай жатып результаттарын біледі. Сөйтіп, бірақ понедельник күні мені күтеді. Мен воскресенье күні демалмаймын ғой. То тест тексереміз, то зипкрейтке саламыз, то сканерге саламыз, то мұғалімге тексертеміз, то әртүрлі варианттарын көреміз. Понедельник күні бұлар мені күтеді. Мен артық сөйлеп қоймайын деп, мен барғым келмейді мектепке. Сөйтіп өсеміз несінен, бірақ андай шын кайф беретін жұмыс қой. Мысалы үшін мен сентябрьде, мысалы үшін командамызға жылда әйтеуір жаңа мұғалімдер қосылады, жаңа мамандар келеді, басқа саладан мамандар келеді, айтам. Сол кезде мен мысалы үшін әсіресе сентябрь, октябрьде мұғалімдер күнінде айтам. Сіздерге балаларыңыз грант жеңіп алып, соның қуанышын сезінуді тілеймін деп айтам да. Ол басқаша сезім. Ол өзіңнің балаң бір жетістікке жеткен басқа да, сенің оқушыларың жеңіп алғаны ол вообще басқаша сезім. Ол екінің бірі ол сезімді сезіне алмайды. Мысалы үшін жарты жылдан тастап кететін или саласын ауыстыратын мамандардан білуге болады. Мен все-таки бәрібір ойлаймын, осы өмірдегі ең мықты мамандық ол мұғалім. Баланың, өзіңіз де бала болдыңыз ғой, мысалы үшін. Баланың болашағына бағдар көрсететін адам ғой мұғалім дегенші. Егер мұғалімің не то адам болатын болса, сен арғарай да өмірде жолың болмауы немесе болуы сол кісіге тікелей байланысты деп ойлаймын. Мұғалімге мейірім керек, одан кейін қаталдық керек,
результатқа жетуді балаға үйрете білу керек. На самом шын мәнінде мысалы үшін балалар эрудициясы бойынша, IQ бойынша мен осы әсіресе балымменен Қасымханыммен менен әлде қайда жоғары екенін білемін. Көп мұғалімдерден әлде қайда жоғары. Бұларға тек дұрыс жол көрсете білу керек та. А так қалған жұмыстың бәрін өздері істейді ғой. Иә? Өте керемет. Енді сіз айтып кеттіңіз, жаңа жыл сайын бірінші жылдағыдай қобалжып жатамыз, бірінші жылдағыдай бір әсерде болып жатамыз дейсіз. Айта кететін нәрсе, биыл Зияткер жалпы оқу ордалары, Зияткер білім ордасы нешінші түлектерін Назарбаев зияткерлік мектептеріне дайындап шығаруда? Биыл 9-шы түлектер кетті. Биыл 9-шы. Осы 9 жыл бойында Зияткер мектептері Назарбаев зияткерлік мектептеріне дайындауда ең үздік мектеп болып саналатын және ең үздік білім ордалары, оқу орталықтары болып саналатын сіздерге айта кететін нәрсе. Және бізде жыл сайын рекордты жаңарту, жалпы жыл сайын рекордты алу, рекордты қоржынға былай айтқанда байлау, ол зияткердің бір дәстүріне айналған нәрсе. Иә, уже мынандай нәрсе ғой, мысалы үшін каждый раз даже айтады ғой, плита қалайтындары бар ғой. Олар да өзінің жұмысын тез-тез, әдемі, жылдам орындаудың бір техникаларын қалыптастырады ғой. Енді біздікі одан жоғары, біз жай ғана көп бала түсіргіміз келмейді уже. Біз жай ғана бірінші орындағы балаларды түсіргіміз келмейді уже. Біз ең күшті бал жинайтын, еще тағы да ол жақта да ең күшті болып қалыптасатындай бала дайындағымыз келеді да. Мысалы үшін, сондықтан біз бұрын айтатын едік, 5-6 класста баланың фундаментін қалыптастырып, оқытып, дайындап түсіруге болады деп. Енді қазір, мысалы үшін, біз бастауыштан бастап, 1-ші класстан бастап балаға дұрыс жол көрсетіп, еще 7-ші класстан бастап өзі ары қарай алып кететіндей етіп тұлға дайындағымыз келеді. Өйткені бізде мынандай нәрсе болған бірінші жылдары. Осы қателеспесем, бір Назарбаев мектебінің директоры осы зияткерден қорқам деп айтыпты да. Біз енді бізге ол неприятно болды. Неден қорқатынын сөйтіп кейін білсек, бұлар дайындап түсіре береді деп айтады екен да. Кез келген баланы дайындап түсіре береді деп. Енді ол бір жағынан бізге не болса, комплимент ретінде қабылдадық қой оны. Ал екінші жағынан ойланатын нәрсе бар да. Мысалы үшін, ол бала, значит, бір не совсем білімді деп есептеді ғой, дұрыс па? Өйткені кез келген баланы біз түсірдік, бірақ ол бала оқып кету ары қарай қиындау ғой. Сондықтан біз енді қазір тек 5-6-ға емес, бастауыштан бастап баланың білімді. Енді қазір мынандай нәрсе ғой. Осы жерде мен тренд на образованность қой қазір. Сөзіңізді бөле кетейін. Зияткер мектебінен түсіп жатқан оқушылар, ол тек қана Зияткер Тұранның ғана меншігіндегі бір үлкен жетістік емес, ол жалпы Зияткердің үлкен 1-ші сыныптан бастап біздің екі филиалымызда да осы Назарбаев зияткерлік мектептеріне бастауыш сыныптан осылай үлкен дайындықпен келеді бала. 5-6 сыныпта қызу дайындықпен осы тестті тапсырып жатады. Және өзіңіз де айтып кеттіңіз, жаңа әрбір нәрсе өзі жыл сайын шыңдалады. Шыңдалған сайын жалпы дайындықтың да күшейетіндігі, жаңа бір жолдардың, әдістердің пайда болатындығы ол баршамызға мәлім дүние. Және айта кететін нәрсе, біздегі осы зияткер мектептеріне, жалпы зияткер мектептеріндегі мұғалімдер жайлы айта кетсеңіз, сіз өзіңіз де айтып кеттіңіз, ұстазы мықтының ұстаны мықты дегенде қазақта керемет әдемі сөз бар. Осындай бір біздің мықты мұғалімдердің де жұмыстарын айта кетсеңіз. Енді мен мысалы үшін мынандай нәрсе айтатын едім. Жалпы мұғалімдер енді өзінің талаптары бар ғой, енді отдел кадр оны жақсы біледі. Жаңа бітірген жоғарғы оқу орны, ол жерде оқыған сабағы. Маған осы салада жүрген адам ретінде маған ең бірінші мұғалімнің ниеті таза болса, ұстанымы берік болса, бір результатқа жетем деген ниет мақсаты болса, сол жетеді деп ойлаймын. Өйткені мысалы үшін неше түрлі мықты жәнедегі бізде курстарды бітіріп пайдаланбаған білімдерден өзі еңбектенуге қарсы емес,
еңбектенуден шаршамайтын, бір жаңалыққа үйренгіш келетін мұғалімдер, олар всегда жақсы нәтижелерді алады. Мысалы үшін бізде мына всегда сұрайды, ата-аналар келеді, жаңа оқу жылы басында. Мұғалімдеріңіз өткен жыл дайындаған мұғалімдер ма, жоқ болмасам қанша жыл болды сіздерде істеп жатқаны деп сұрақ қояды. Ол живой процесс қой, мұғалімдер ауысады да. Мысалы үшін қыз бала болса ол тұрмысқа шығатыны бар, келіншек болса ол декретке кететіні бар, тағы солай сияқты мекен жайын ауыстыратын кездері болады. Бірақ келген мұғалімдерге направление беріп жолды көрсетсең, кез келген мұғалім алып шығуға болады. Ал бірақ жылдар бойы қалыптасқан жүйе маман таңдамайды. Жүйе маман таңдамайды. Бізде ол жүйе, системный подход деп айтады ғой. Ол жерде тек мұғалімнің ғана біз 100% жұмысы демейміз. Мұғалім бар, ата-ана бар, әкімшілік бар, мотивация бар, содан кейін наказание де болу керек қой. Соның бәрі системный подход болғаннан кейін мұғалімдердің де жұмысы более эффективный көрінеді. Сол жағы бар. Өте керемет. Енді мен жаңа айта кеттім, жыл сайын бізде рекордты жаңарту ол дәстүрге айналған нәрсе деп. Биыл нешінші рет біз енді рекордта жету ол бір үлкен жұмыс болса, рекордты ұстап тұру жыл сайын ол одан да үлкен нәрсе да. Біз енді мынау рекорд деген нәрсені шыны керек, біз осы 3-4 жыл болды. Рекорд деген нәрсе адамға ұнайтындығын енді білдік та. Атак оған дейін де рекордпен түсіп жатқан. Мен мысалы үшін өзімнің 2 қызым осы зияткерде оқыған. Үлкені қазір биыл 12-ші класс бітіріп жатыр, екіншісі 10-ші класс. Екеуі де топта түскен. Алғашқы 10-қа кіріп түскен да. Ол жылдары біз бірінші түскен балаларды, мысалы үшін 12-ші класс оқитын балалар бірінші болып түскен бала қазір оның 3 бауырында кейін оқыттық. Кім? Айдар, Ескендір. 2-ші орында түскен Өріс, мысалы, ол балалардың да бәрін әлі күнге дейін білеміз. Но бірақ ол кездерде біз рекорд орнаттық, бірінші болып түскен бала біздікі деп почему-то жария етпедік та. Кейінгі жылдары бірінші болып түскен, рекорд екен ғой деп айтқаннан кейін біз рекордтарымыз санай бастадық. Осы соңғы 3-4 жыл ғана төңірегінде, атак мен білетін оқушылардың ішінде уже биыл 12-ші класс бітіріп жатқан балаларымызда рекорд орнатқан. Рекорд всегда біздікі болған. Негізі бір жыл қалып кеткен шығар, возможно. Мен енді қазір шлей өтірік айтпай қойдым. Мысалы үшін қазір 12-ші класс бітірген балалар бірінші орын екендігін мен точно помню. Биыл 9-ші класс оқып жатқан бала біздікі екенін точно помню. 8-7 енді соңғы 4 жыл и 6 жыл бұрынғыны қазір точно айта аламын. Ал ортадағының қазір не помню, ол жерден биыл біз енді қателеспесек, Зияткер мектебі 5-ші жыл қатарынан рекордты жаңартты деп айтып жатамыз. Енді сондай бір рекордсменіміздің бірі қазір жанымызда отыр. Биылғы 2024 жылдың ең, былай айтқанда, Шымкент қаласындағы химия, биология бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебіне бірінші орында түскен, рекордты жаңартқан 1450 балл жинаған бізде Маратұлы Қасымхан 1500 балдан 1450 балл жинау, ол үлкен еңбек, былай айтқанда, сол үлкен еңбектің істің өте үлкен көрсеткіш көрсеткен Маратұлы Қасымхан атты біздің оқушымыз отыр. Қасымхан, жалпы өз, былай айтқанда, тәжірибеңмен бөліссең, қалай екен рекордсмен болу? Қазақстан бойынша ең үздік 2-ші орында тұру және Шымкент бойынша 1-ші орында тұру сезімі қалай екен? Қандай сезімде болдың? Қасымхан, ұялмай айта бер. Результат шыққан кезде не істедің, соны айтшы. Результат шыққан кезде бізде сабақ болыватқан жерде, сол кезде бізге келіп, нештің результаттары шықты деп бізге келген еді. Сол кезде мен оған сенбей тұрған едім, бірақ барып тексерген кезде шынымен де шыққан еді. Жыладың ба? Жыладың? Қандай сезімде болдың? Сезімдер қандай болды? Өте қуанышты болдым. Менің балымды көрген кезде мен қатты қуандым, себебі мен білетінімше ол кезде мен 1400 балға жетпеген едім. Өзіңнің ойынша, өзің есебің бойынша. Күшті. Өте керемет. Енді қалай тестке қалай дайындалдың? Қандай қиындықтар болды? Тестке дайындалу кезінде біз өте белсенді дайындала отырдық. Ежіміз көп болды. Ежіміз азанда да кешке де істей бердік.
сол үшін қиындықтар өте көп болды. Өзің рекордсмен боламын деп ойладың ба жалпы? Жоқ, мен олай ойламадым. Жоқ, біз ойладық қой негізі. Біз ставка қойдық, ойладық. Сол саған күш болды ма? Ауыр тиді ма сол нәрсе саған? Бірінші болуың керек деген нәрсе? Иә. Менің басты мақсатым ол түсу болды. Содан кейін енді топ 1 болу болды. Және мен мақсатыма не болса да жетем деп өзіме уәде берген едім. Керемет. Тест кезінде қандай қобалжу болды? Қобалжу болды ма? Уайымдадың ба? Уайымдадым. Ол кезде қобалжу дегенде бір кездерде өзіне сомневаться етіп қаласың да, сол ғана, басқа жоқ. Саған осы дайындық кезінде қандай мысалға, енді келген кезде қанша балл жинап мысалға, ал оқу жылының басында қанша балл жинап жаттың, және кейін қандай нәтижеге өзгеріс, үлкен бір көрсеткішке жету қай кезеңдерде болды сол? Өзің байқаған кезің? Мен 5-ші класста 1000 баллға да әрең дегенде жететін едім. Ал 6-ші классқа жеткен кезде менің 6-ші класстың 1-ші тоқсанында менің орташа балым ол 1100 балл болды. 2-ші тоқсанда 1200 және 3-ші тоқсанда 1300 болды. Мектепте 1400 алдың ба сен? Алмаған. Мектепте 1400 балл алмағансың, бірақ ниш тестінде сен 1450 балл жинадың, өте керемет, жарайсың. Сондықтан бұны бізді айтады ғой, тек тест жаттатқызып үйретеді деп айтады. Біз енді сыртымызда неше түрлі нәрсені естиміз ғой. Зияткер тек отличниктерді алады, или зияткер тек тестпен дайындайды деген. Қасымхан куә, өйткені бізде кімде? Балым да ешқашан 1400 жинамаған. Неден? Пробный тесттерден апта сайын алатындықтан. Кімде? Қасымда онша балл жинамаған, бірақ реальный тестте уже содан көбірек жинап тұр ғой. Қасымхан, жаңа өзің айта кеттің, 3 мектепке қатар грант жеңіп алғаныңды. Назарбаев зияткерлік мектебі, РФМШ, Республикалық физика-математика мектебі және білім инновация мектептеріне гранттарын 3 мектептен де қатар грантты жеңіп отырсың ғой. Енді қайсы мектепті өзің таңдап отырсың? Мен өзім Республикалық физика-математикалық мектеп таңдадым. Себебі мен өзіме тағы бір мақсат қойдым, ол олимпийский резервқа бару. Ол кезде әр жаққа шетелге оқуға шанс көбейеді, сол үшін мен РФМШ-ға түсуді РФМШ-да оқуды армандаған едім. Өте керемет. Қараңыздаршы, мынау Қазақстан бойынша үздік 2-ші орында тұрған жалпы Шымкент қаласындағы рекордсменіміз Назарбаев зияткерлік мектебіндегі жаңа грант жеңген оқушымыз енді Республикалық физика-математика мектебіне бара жатыр. Енді ол Қасымханның өзінің таңдауы керемет, сәттілік алдағы оқуларыңа. Жалпы зияткер мектебі жайлы не айтар едің? Зияткер мектебі ол өте үздік мектеп. Мен зияткер мектебінде 2019 жылдан бері оқып жүрмін. Ол кезде мен 2-ші сыныпта оқитынмын. 2-ші класста осы мектептен бастадың, 2-ші сыныптан бастап оқып келе жатсың, 2-ші сыныптан 4-ші сыныпқа шейін мен Қонаев мектебіндегі, Қонаев көшесіндегі зияткер білімде оқығанмын. Ал 5 пен 6-ші сыныпта мен зияткер Тұран мектебіне бардым. Өте керемет. Енді бізде осы шығарылымда 2-ші оқушымыз отыр, Аманғали Балым атты оқушымыз. Бұл оқушымыздың да жеткен жетістігі өте көрсеткен үлкен көрсеткіші бар. 1425 балл, 29, 1429 балл жинаған. Кешіресіз, қателесіп отырмын. Балым, өзің жалпы осы тестке дайындық кезінде қандай қиындықтар болды, сол туралы айта кетсең? Көп қиындықтар болды, қобалжыдық, жыладық, жұмысын орындау ең басты бөлім болды осы дайындықта. Мен өзім солай ойлаймын, себебі жұмысы ең басты атрибуттардың бірі дайындалатын кезде. Себебі сол жұмысынан келген есептер, тапсырмалар сол шын ниш тестта келуі мүмкін, әбден мүмкін болатын. Сосын соны
біз апайымыздан естіген соң үй жұмысын орындауға тырыстық. Түнгі 2-3-ке дейін жарықты қосып қойып, түнгі 2-3-ке дейін отбасымыз ұйықтап жатса да жарықты қосып қойып, үй жұмысын есептерді түсінбеген кездерде болды. Сосын мектепке келген соң завтрак ішпей үй жұмысын істеп отырған кездер, обедке де бармай көп қиналған кездер өте көп болды. Бірақ бәрінде сенім болды деп ойлаймын. Түсеміз деген сенім. Өйткені осыншама дайындық, осыншама қиындықтан кейін түспеу ол мүмкін емес деп ойладық. Бәрімізде сплоченность дейді, сондай болды. Және бір-бірімізді қолдап, үй жұмысынан бір балға болсын қобалжып, жылап, сол бал үшін күресіп, өте көп сондай кезеңдер болды. Барлық пәннен үздік болуға тырыстық. Барлығынан жақсы бал алып, жақсы оқуға тырыстық. Бірақ шаршаған кездер өте көп болды. Вообще нешқа түскін келмей кетеді, сосын бәріне бәрібір болып кеткен кездерде болды. Қатты шаршаған кезде депрессияда болды, жылауда болды. Бірақ апайлардың, ата-анамның және өзімнің де миымнан шыққан мотивациялардың арқасында мен осы нишқа түстім деп ойлаймын. Өйткені осы мотивациялар, көп қиындықтар, жағдайлар, кезеңдерден өттік. Соның арқасында түсіп отырмыз. Солар болмағанда мен түсе алмайтын да едім ба деп ойлаймын. Сол. Жарайсың, балым. Енді мынау дайындық барысында жаңа қиындықтар болды дедің, әртүрлі жылау. Сен енді оны мынау мұғалімдер саған қалай көмектесті осы орайда? Мұғалімдердің жағынан өте үлкен көмек болды. Өйткені мұғалімдер болмаса, еш нәрсені үйрене алмайсың, өзің іздену де қиын. Ал мұғалімдер саған дайын информацияны береді, соны саған шайнап береді деп айтсақ та болады. Главное, сен соны жұту керексің. Сосын түсініп, оқып, түсінбеген жерлерің болса, соны сұрап, жалпы айтқанда оқу керексің. Егер оқымасаң, өзіңе қиын болады, өзіңе жаман болады. Соны түсінген балаға сол жақсы. Тест тапсырып жатқан кезде қандай қобалжу болды ма? Әрине болды. Кез келген тапсырған балада болды деп ойлаймын. Өйткені қанша жыл дайындалған тесттің уже уақыт келді да, отырсың тестте. Мен не істеймін деп ойлайсың ғой. Қалай тапсырам, аз балл жинап қалсам не болады, қате белгілеп қойсам не болады, қате шығарып қалсам не болады деген сияқты сұрақтар туындайды да басыңда. Сосын сосредоточиться ету қиын болады да. Бірақ өттік, Құдайға шүкір. Нәтижені сен ойлағандай нәтиже шықты ма? Жоқ, одан өте жоғары нәтиже шықты. Мен 1100-ден асам деп ойламадым. Себебі менде математикада, енді апай көріп ұрыспайтын шығар деп ойлаймын. Математикада 5 наугад болды. Біреуін вообще белгілемей тастап кеттім. Мен оны тесттен шыққан соң есіме түсті. Тесттен шыққан соң да аз балл алып қалсам не болады деп ойлап жыладым. Нәтиже шыққан кезде қандай сезімде болдың? Қалай қуандың? Апайлар, біз сабақ өтіп аттық, Қасымхан айтқандай. Сосын апайлар жүгіріп келді, нәтиже шықты деген новость шықты деп. Сосын компьютерді ашып сайтқа кіріп атқан кезде біз қайта 10 минутқа үлгеріп, біз өткен одан кейін сайт загрузка болып қалды да, бәрі кіріп атқаннан кейін. Содан кейін бәріміздің нелерімізді, иктыларымызды теріп кіріп аттық та сайтқа. Сосын бәрінің подряд номерлар шығып атыр, нешінші орын, қанша балл бәрі шығып атыр да. Сосын кезек маған келген кезде мен былай айтады, ступор болып қалдым. Не істерін білмедім. Аяғым қимылдамай қалды, басым істемей қалды. Вообще көзім қарауытып кетті. Мен ойламадым, сөйтіп тез шығады деп. Бірақ 40 күн өтті. Содан кейін вообще қорқып кеттім. Мен түстім мане шын ба деп вообще сенбедім. Шынды айтқанда түстім деп ойламадым мен. Енді Жанерке Нұриден қызы оқушыларымыздың өздерінен сұрап жатырмыз, жаңа нәтиже шыққан кезде қандай нәтижеде, қандай сезімде болдыңдар деп. Енді қозғала алмай қалдық, жаңағындай тұрып қалдық деп жатыр ғой. Сіз нәтиже шыққанда қандай сезімде болдыңыз? Мен нәтиже шыққан кезде балымнан
100 есе ауыр ситуацияда болдым. Результаттар шықты, ступор тұрып қалдым дейді. Кейін сендер үйлеріңе қайттыңдар ғой, мен 9-ға дейін орнымнан тұра алмадым. Результат үшін жылайсың, қуанасың кейбір балалар үшін, жалпы команда үшін қуанасың. Жалпы осы биылғы осы состав команда үшін бір ырза боласың да несінен. Ал шын кейбір балалар болды бізде, 5-6 бала болды. Действительно, тестке барған кезде матрицадан қате кетеді бала, неден қате кетеді, қатты қобалжиды. Үлкен негізінде үлкен стресс қой. Мен мынандай нәрсе білем. Қазір айтып жатыр ғой, балалар қиын кездері өтті, не қылды деп. Осы жылда 6 класстың декабрь, желтоқсан айының соңғы жағында балаларда ломка болады. Уже оқысы келмейді, қиналады, уже мектепке де келгісі келмейді, үйде де қалғысы келмейді. Қиын да несінен. Сол кездерде балаға көмек керек та. Біз мысалы үшін даже айтады ғой, жаңағыдай поддержка керек, постоянный поддержка керек. Ата-ана тарапынан біз айтамыз, ата-ана қолдау керек, өйткені ол ата-анада в любом случае безусловная любовь дейді ғой, шартсыз махаббат болады. Әркім өзінің баласын ерекше санайды, жақсы көреді. Но бірақ сол кезде сенің қолыңнан келеді деп қолдау көрсету, мектеп тарапынан қолдау көрсету, мұғалім тарапынан, жалпы адами тұрғы тарапынан балаға үлкен қолдау көрсету керек екендігін мен өз басымнан білем. Таңертең бала тұрған кезде ұйқыдан жылайды ғой. Түнде 3-ке дейін, 4-ке дейін отырып шығарған есебі бар, шаршағаны бар. Бірақ мектепке бармай қоюға болмайды да. Даже мен жылағым келеді сон. Мектепке бармай қоюға болмайды. Өткен түні бойы шығарған еңбегі бір күн тастап барса, уже оның актуальность жоқ та. Уже ешкім оны тексеріп бермейді. И оның маңыздылығы жоқ та бір күннен кейін. Шаршап тұрса да келеді мектепке. Еще обидные, кейде сол есептің бәрі қате болады ғой. Сөйтіп шығарған есептер қате болады да. Но бірақ бала содан өтеді, өседі. Мысалы үшін сентябрьдегі Қасым ханның түрі менен сентябрьдегі балының түрі бөпе еді ғой. Анау адамды қатайтады, өсіреді да, бұл экзамендердің барлығы. Жарқын болашақ, әлі күшті тағдыр кездестіріп тұрған мен бүкіл оқытқан балаларымның барлығының болашағы жарқын болатынына білем. Сенем, өйткені тура біз сияқты жан тәніменен зияткер сияқты. Біз енді учредителіміз оқытады, үйретеді, одан бөлек талай курстарын жазып ой, мысалы үшін курстарын өтеміз да, психологиялық курстар, жалпы личностного роста, жаңағыдай карьер, управленческий навыктардың бойынша өтеміз. Бірақ бір нәрсені точно білем, тура біз сияқты жан тәнімен беріліп, ұрсып қоймайын деп баланың көзіне көрінбей, или бір кезде қатты жақсы көріп тұрсам да, мысалы үшін балаға білдірмей, сондай кездердің барлығын сөйтіп оқытатын мұғалімдер почти жоқ. Мен оны 100% білем. Тура біздің системадағыдай, зияткер қалыптастырған системадағыдай 6 классқа дейін қазір сөйтіп оқытып жатырмыз ғой. Ондай нәрсе жоқ. Сондықтан мен мақтанышпен айта аламын, сондай ортада жүрмін. Сондай мейірімді осы балалар көрді. Ертең бұлар өйтіп мейірім көрген бала үлкен жетістікке жететіндігіне жаңағыдай сенем. Енді өте керемет нәтиже. Сіз айтып жатқан сайын біз шынымен де тебіреніп, өзіміз де жылағымыз келіп отыр. Енді шығарылым барысы өте керемет, шынайы выпуск болып жатыр. Енді мынау жаңа айтып жатсыз ғой, қаншама ата-ананың артқан үміті, қаншама оқушының күндіз-түні былай айтқанда аянбай дайындалған маңдай тері. Соның барлығы ақталған кездегі сіздердің бір жүрек толқыныстарыңыздың керемет бір болуы, жаңағыдай әрбір оқушы үшін былай айтқанда өздеріңіздің бір балаларыңыздай махаббат, мейіріммен, дайындықпен, сондай бір жанашырлықпен керемет үлкен нәтижеге дейін алып барасыздар. Енді осы орайда сұрақ болып отыр да, сіздер қалай оқушыны ниш тестіне жаңағындай қалай оған жауапкершілік алуға болады, қалай білесіздер оған нәтиже шығады, шықпайтынын мысалға? Жоқ, мен мысалы үшін мынау кейбір мұғалімдер болады, енді кейбір әріптестеріміз бар, осы бала нишқа түспейді деп айтады да, прямо бетіңе айтады да, апай мына бала түспейді, дайындыққа алмай-ақ қой деп. Мен айтамын, сіздер ол баланың қазір тағдырын қалай шешіп жатсыздар? Мысалы үшін мынандай нәрсе бар ғой, жаңа жүре алмай қалдым деп айтамын ғой, мысалы үшін результат шыққан кезде. Ол
одновременно қуаныш и өкініш қатар болғаннан ғой ол. Мысалы үшін мен оқытқан, менің қазір біз биыл мысалы үшін оқытқан балаларын біз 100% түссе деп тілейміз ғой. Білесіз ба, мысалы үшін тура Қасымхан үшін қалай қуансақ, тура сол сияқты екінші Қасымхандар бар ғой, түсе алмай қалған. Олар үшін ішіміз қанжылайды да. Түсінесіз ба? Мысалы үшін, ал бірақ ол баланы сентябрьде келіп, сен түсе алмайсың деп айтуға да аузымыз бармайды. Бала, мысалы үшін, ол дайындықты көрді ма, сол мейірімді көрді ма, одан үлкен, по-любому үлкен мектептен өтті да. Просто бізде мынандай ғой, бала, біз негізі конкурс шамалы үлкендеу болсашы, баланың бәрін түсіретін едік та. Просто конкурс аздау да. Біз оқытқан балалардың ішіне төмен жинап қалған бала редкость. Өзі марафон басталған кезде қоя салған балалар болмаса, негізі основной масса балалар түсуге дайындалады. Енді не көп қой, вариант көп қой, НИШ бар, сосын КТЛ бар дейміз, БИЛ бар, РФМШ бар, зияткердің өзі бар, қазір БИЛ системасымен оқытқан дарын мектептері бар. Барлық оқытқан баламыздың бәрін жайғастыру негізгі мақсат. Өмірде орын тауып беру. Орын тауып беру. Перфекционист болуға болмайды әрине, но бірақ қалып кеткен балаларымыз үшін де жанымыз ауырады. Сіз айтып жатсыз, жаңа грант саны шектеулі болды деп. Енді Шымкент қаласында Назарбаев зияткерлік мектептері бөлген 288 гранттың 138-ін, былай айтқанда тең жартысын зияткерген қоржынына тиесілі біз жеңіп алып отырмыз да, біздің оқушылар жеңіп алып отыр. Ол деген былай айтқанда тең жарты грантты алу деген сөз, ол үлкен былай айтқанда жетістік. Енді қаншама мектеп, жалпы Шымкент қаласының өзінде қаншама оқу ордалары бар? 200-ден астам, 200-ден астам оқу ордалары бар. Соның ішінен тең жарты грант бізге тиесілі. Мысалы, зияткер қоржынына тиесілі да. Енді мен де ондай. Келесі жылға план. Вообще сол 288-дің бәрі. Толықтай жеңіп алу ма? Толықтай жеңіп алатындай жағдай жасау. Өйткені биыл енді біз балаларды. Өйткені мынандай нәрсе ғой, барлық нәрсе ақша тұрады. Ақша тұрғаннан кейін ол ата-анаға да қиын болуы мүмкін. Енді биыл бізде енді учредительдер грант жариялап жатыр. Бізде обычно болмайтын 5-6 классқашы. Сол грантпенен оқуға мүмкіндігі жоқ болып қиналып тұрған балаларды конкурс на основада алсақ деген ой бар енді. Жалпы 288-дің бәрі биыл болмаса точно келесі жыл енді точно болады. Мен енді оған. Алдағы уақытта енді зияткердің қойып жатқан планкілері. Өйткені бірнеше балымды уже көріп қойдым мен. Бірнеше Қасымханды көріп қойдым. Сондықтан ол уже сенімділікпен айта аласыз. Сенімділікпен айта аламын. Үлкен жұмысты күтеді. Мен жалпы енді білмеймін. Шаршамайтын сияқтымын. Өйткені каждый раз жыл сайын одно и то же, бірақ заново переживать етуден опыт бар. Соны мұғалімдерімізде де опыт бар. И еще бұл экстримде өзіме ұнап баратқан сияқты жыл сайын уже ауыстырғым келмейді саланы. Осы салада до конца. Енді жалпы осы Назарбаев зияткерлік мектептеріне мен оқыған кездері, мен мектеп бітірген кездері бір қатты бір сұраныстағы емес еді. Ол кезде бар да жоғын да білмейміз. Негізі болған екен, тура мен бітіретін жылы оказывается болған екен. НИШ-тің алғашқы выпускысы сол 12-ші сынып ашылып, енді ашылған жыл болу керек. 2013-14 жылдары болды сол кез. Есімде да, бірақ ол кезде прям қатты бір сұраныс еді. Қазіргі таңда осындай бір мықты элиталық мектептерде оқу бір үлкен тенденцияға айналып барады. Қазақстанда, Шымкент өңірінде білімге деген сұраныс артып бара жатыр. Осы жайлы айтып кетсеңіз. Енді қазір мынандай нәрсе ғой, тренд на образованность. Мысалы үшін мынандай нәрсе бар. Адамды орта қалыптастырады да. Сен қандай ортада жүрсең, содан жоғары болуға, содан биік болуға тырысасың. Мынандай маған бір мысал айтқан еді. BMW айдап жүрген адам, мысалы үшін, уже российский машинеге ауысқысы келмейді да, уже оның планкасы жоғарылайды. Тура сол сияқты джип айдап жүрген адам BMW-ға ауысқысы келмейді, уровень комфорта өседі да. Тура сол сияқты НИШ-та оқып жүрген балалар, олар қазір мода на образованность. Чем образованнее человек, у него есть барлық мүмкіндіктері бар да, шетелге баруға, не басқа да. Ол образованный балалар бізде өсіреді. Мысалы үшін мен өзім НИШ-та балалар оқитын ата-ана ретінде айтам. Мысалы үшін қазір регистрация бір нәрсе жасайтын болсақ иностранный сайттарда. Мына жерін түсінбедім деп айтуға уже ұят.
өйткені бала шағаң ағылшынша таза сөйлеп тұрған кезде сен сенде аяқ қолың бар, нең бар, білім саласында жүрсің, білмеймін деп айта алмайсың да. Тура сол сияқты жылына шетелге барған кезде жаңында переводчикпен или немесе немен жүру тоже ұят. Сенде уже не өседі да, запрос, сен ортаң сені қалыптастырады. Тура сол сияқты, мысалы үшін қазір ешкім қара жаяу болғысы келмейді. Балаларымыздың барлығы шетел көргісі келеді, мықты университеттерде оқысы келеді, үлкен ақша тапқысы келеді. Соның барлығы осы білімнің арқасында, содан кейін ортаның арқасында. Жақсы оқитын баладан негізі жаман нәрсе шықпайды. Сол үшін қазір осы сәнге айналды, трендке айналды. Жалпы көбісі айтады ғой, бизнес ради денег депші. Бұл біз жасап жатқан бизнес деп айтайық. Бизнес емес қой, енді бұл бизи бір айналысу, мысалы үшін бір нәрсемен айналысу. Бұл жасап жатқан ісіміздің болашақ ұрпаққа, жалпы адамзатқа берері көп. Жалпы Қазақстан егер өсті білімге деген сән, тренд арта берсе, мықты мемлекетке айналатынымызға мен сенемін. Енді қазір біздің системаның артықшылығын көріп келе жатырмыз ғой. Өзіңіз де осы салада бізбен бірге жүргеннен кейін білесіз. Біз уже бірінші күндері айттым ғой сізге не деп. Жазасыз ғой бір нәрсе, жауап беруге шынымен уақытың болмайды. Айттым да, сонша бала түсіргеннен кейін өзінше болуға хақымыз бар шығар деп. Назарбаев зияткерлік мектебінің нәтижесі шыққан күні мен Жанерке Нұриддинқызына жазып жатырмын. Инстаграм желілеріне шығарайық деген секілді. Жауап бере алмаймын да, оқып отырмын, бірақ физически мүмкіндігім жоқ та бәріне бірден жауап беруге. Сосын 2 күннен кейін ба, сүндет енді 280 баланың 140-ын түсіп отқаннан кейін өстіп кеш жазып беруге енді шығарылымды бастап мен өзімді таныстырмай кетіппін. Кешіресіздер. Соңғы жақта өзім таныстыра кетейін. Мен жалпы есімім Сүндет. Осы видео саласында 10 жылдық тәжірибеміз бар. Жалпы Зияткер мектебі ашылғалы бері осы мектептің қабырғасында жұмыс істеп келе жатырмыз. Қазіргі таңда диджитал маркетолог дейді, контент менеджер болып осы Зияткер білім ордаларында, мектептерінде қызмет атқарамыз. Енді жаңа білім үлкен тенденцияға айналып кетті дедіңіз. Осы орайда Зияткер мектебінің жалпы ниш сияқты мектепке айналуы қаншалықты бір жолы бар, мүмкіндігі бар? Енді мектеп жалпы тек балаларды Назарбаев мектебіне дайындаудан ғана емес, жалпы жан-жақты дамып келе жатыр. Соңғы оқу жылын біз білім инновация лицей қорының аясында жұмыс атқардық. Осы 2023-24 жылда бізде 23-24 жылдары біз білім инновация лицейінің қорының аясында жұмыс атқардық. Солардың системасын өзімізге енгіздік. Уже наравне, мысалы үшін, передовые школы деп айтады ғой, алдың қатарлы мектепке қосылуға, жалпы ниш КТЛ-дың қатарына көтерілгіміз келіп жұмыс жасап атқанымыз бар. Тек балалар дайындап қана беріп емес, бізге де дайындап беретіндей күнге жетеміз деген ниетіміз бар. Енді өте үлкен, былай айтқанда, негізі 2020-2024 жылдары Зияткер мектебі білім инновация мектептерімен бірге үлкен интеграция жасады. Бұл деген сөз, яғни қаншама жылдық өзінің бір озық тәжірибесі бар білім инновация мектептерімен бірге қаншама жылдық үздік Қазақстанның мектептеріне дайындықта тәжірибесі бар Зияткер мектебінің бірге бір-бірімен жаңағындай комбо дейді ғой, үлкен бір интеграция жасауы, коллаборация жасауы, жалпы жаңа бір мектептің бір жаңа мектеп жүйесінің пайда болғандығын білдіреді. Жақында ғана бізде грант тест болды. Қаншама 200-ден астам жаңа оқушылар өздерінің 300-ге жуық оқушы өзінің бағын осы Зияткер мектебіне тегін оқу үшін бізде былай айтқан кезде ниш сондай КТЛ, білім инновация лицейлері, РФМШ сияқты үлкен мектептерге айналып бара жатырмыз. Енді шығарылым ұзаққа созылып жатыр екен, сәл енді тамамдайық, қорытындылайық. Осы орайда жалпы қаншама бізді ата-аналар көріп отыр, оқушылар көріп отыр. Осы НЗ мектептеріне дайындықта сіздер қандай кеңес берер едіңіз? Жалпы НЗ мектептер демей қойын, балаға жалпы білім беру керек. Ол біздің ата-ана ретінде, үлкен азамат ретінде біздің негізгі міндетіміз өзімізден кейінгі ұрпаққа білім беру ғой. Білім беру, ілім үйрету. Енді соның ал қолымыздан келетіні жақсы ортада, жақсы жерде озық білім алса екен деген нәрсе. Қолымыздан келіп тұрғанда өзіміздің баламызға жақсылық жасайық, жақсы мектеп таңдайық, жақсы орта таңдайық, растущий орта дейді ғой, алға жылжып бара жатқан ортаға балаларымызды ілестірейік.
бәйге қалай болса жеңісте тура солай болады. Өте керемет. Енді Қасымханнан да осы нишқа дайындалып жатқан, жалпы тестке дайындалып жатқан оқушыларға, арттарынан ерген іні қарындастарыңа қандай кеңес айтар едің? Менің кеңесім ол ешқашан ерінбей, әрқашан уәде берген нәрселер, заттар істеу, ешқашан бір сабақты оқымай келмеу, сосын еңбектену, ол ең бастысы. Сол жеткілікті деп ойлаймын. Осы Қасымханның айтқанын істесеңіздер, міндетті түрде рекордсмен боласыздар. Енді балым, өзіңнің де ақыл кеңесіңмен бөлісіп кет. Жақсы, менің айтар кеңесім, мұғалімнің айтқанын тыңдаңдар. Тыңдаңдар ғана емес, енді оның айтқанын тыңдап қана қоймай орындау да керек. Үйреткен нәрселерін қағып алу керек. Түсінбесең, ұялмай сұрау керек, өйткені түсінбей қалып кетсең, кейін сол сұрақ тестте келсе, ол мүлде жаман болады. Сосын басқа нәрсеге алаңдамау керек. Мақсатыңды қойдың, сол мақсатқа жетем дедің, тек қана соған дайындалу керек. Басқа нәрсеге алаңдап не істеуге болмайды деп санаймын өзім. Зияткер подкастының ең алғашқы шығарылымы өз мәресіне жетіп қалыпты. Енді бүгінгі выпуск сіздерге барынша пайдалы, қызықты болды деген ойдамын. Енді көкейлеріңізде жүрген тағы да бір сұрақтар болатын болса, ниш тесттеріне, ниш гранттарын жеңу, жалпы қалай дайындалу керектігі туралы толық ақпарат алуларыңыз келсе, біз осы шығарылымның астына керекті реквизиттерді, телефон номерлерді, байланыс номерлерін қалдыратын боламыз. Сондықтан міндетті түрде хабарласыңыздар, сұрақтарыңызды қойыңыздар және біздің каналға міндетті түрде жазылып, осы шығарылымға лайк басып қойыңыздар және комментке өз сұрақтарыңызды жаза кетіңіздер. Біз онда міндетті түрде жауап береміз. Сондықтан шығарылым үшін рахмет, сіздерге рахмет. Келіп алтын уақыттарыңызды бөлгендеріңіз үшін. Балым, Қасымхан, жақсы рахмет.